Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Жеміс-Жидек ауылы, номер 44-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сүйінбаева Айнұр Абдрахманқызы. 3-ші сынып, 4-ші тоқсан. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы судың пайдасы. Сабақтың оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру. Су – тіршілік нәрі. Ғалымдардың айтуынша адам организмі 86% судан тұрады екен. Егер организмде судың мөлшері азайса, онда адам әртүрлі ауруға шалдығады. Адам организмі бір тәулікте шамамен 1,5-2 литр су жоғалтады. Сондықтан адам күніне сонша су ішіп отыруы қажет. Таңертең аш қарынға су ішуді әдетке айналдырған дұрыс. Мидан бастап асқазанға дейін денедегі бүкіл мөлшердің су қажеттілігі бар. Сондықтан мол су ішіп, денедегі су жетіспеушілігінің алдын алу керек. Судың денеге пайдалары: дене температурасын тұрақтандырады, азық, қалдық және оттегі тасымалдайды, бүйрек және бауырдағы қалдықтарды тазалайды, витамин және минералдың тарауын қамтамасыз етеді, денені жарақаттаудан қорғайды, клеткалардың және бұлшықеттердің бірігуін қамтамасыз етеді, тері клеткаларын ылғалдандырады және сауықтырады. Ас қорытуда жоғарыдан төмен қарай ретімен астың қорытылуынан сіңірілуіне және де ең соңында қалдықтардың шығуына дейін судың міндеті орасан зор. Бірінші тапсырма: жаңа сөздер. Суару, шөлдеді, көмектесші. Бірінші тапсырмаға берілген дескриптор жаңа сөздерді пайдаланады, сөздер мен суреттерді сәйкестендіреді. Екінші тапсырма: тыңдалым. Екінші тапсырмаға берілген дескриптор мәтінді тыңдайды, тірек сөздерді пайдаланып, мәтін не туралы екенін айтады. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Адам суға: су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің, маған көмектесші, деді. Су: жарайды, деді. Су адамға көмектесті. Су бақша суарды. Адам суға: рахмет саған, су, деді. Үшінші тапсырма: тыңдалымнан кейінгі тапсырма. Берілген мақалды толықтырып, мағынасын аш. Бұл жерде 2 сурет берілген. Осы суреттерді сөзбен және мына мақалдың мағынасын ашамыз. Төртінші тапсырма: көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Төртінші тапсырмаға берілген дескриптор көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қояды, көшіріп жазады. Балалар, бұл сөйлемде жақшаның ішінде 2 сөз берілген. Соның қажетін тауып жазамыз. Келесі тапсырма: суретті пайдаланып жауап бер. Балалар, бұл жерде сендерге суреттер мен сұрақтар берілген. Осы суреттерге қарай отырып, мына сұрақтарға жауап берейікші. Сусыз өмір сүруге бола ма? Суды қалай қолданасыз? Бақшаны қалай күтеді? Адам не өсіреді? Бүгінгі сабақта кері байланыс жетістік баспалдағы. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндім, сұрағым бар, мүлдем түсінбедім. Үй жұмысы: жүктік жалғауын жалғап жазыңыз. Жекеше түрде: мен бақша суарамын. Көпше түрде: біз бақша суарамыз.